Ресей мен Украина соғысының соңы көріне ме? Бір-біріне аса қатты жау ел қандай да бір келісім шартқа отыруы мүмкін бе? Ол үшін Украина қандай тәуекелге баруы тиіс? Майдан шебіндегі жаңалықтарды айтам, және бүгін мен сіздерге орыс әскері, жалпы Ресей айына қанша әскерінен айырылатын туралы ақпаратты айтып беремін. Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай. Украина Ресей арасындағы соғысқа шолу жасаймын. Арнамнан алыстамаңыздар. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын, және соғысқа байланысты Европа, оның ішінде Испаниядан босқын статусын алған қазақ тілшісінің бірімін. Сонымен бәрін рет-ретімен айтып берейін сіздерге. Соңғы шығарылымда Ақ үйде Трамп, Зеленский және Украинаның Европаның басшыларын қабылдаған туралы айтқан едім. Оның алдында Трамп пен Путиннің кездесу жайында шығарылым болды. Жалпы екі елдің басшыларын Трамп әртүрлі қабылдады. Путинді әрине қызыл кілеммен қол шапалақтап тұрып, құшақтап тұрып, бірақ Зеленскийді де жақсы қабылдаған сияқты, арқасынан қағып, бір дұрыс әңгімелесіп, арасында әрине Трамп Путинге қоңырау шалды. Бұны әсіресе пропагандалық орыс бағы алаулатып, жалаулатып, сөзді бөліп тұрып, Трамп біздің Путинге хабарласты деген сияқты айтып жатты. Бірақ енді бұл соншалықты дабырайтып айтатын мәселе емес. Екі ел жауласқан, екі елді татуластыру үшін әрине Трамп досы Путинге телефон шалғаны рас. Және Путинді қалай түсінгені белгісіз. Жаңағы Трампты алаулатып, жалаулатып, 22 тамыз күні Зеленский мен Путин кездесетін болды деген жаңалықтарды оқыған боларсыздар, бірақ ол мүмкін емес жағдай. Не үшін екенін сіздерге айтып берейін. Біріншіден, орны белгіленген жоқ. Мысалы, Путин ешқандай да Европа еліне ұшып бармайды. Тіпті Венгрия сияқты, Орбан дегенді білесіздер, Венгрияның басшысы орыстарға өте қатты жақтасады. Европадағы ең Украинаны жау көретін, Украинаға ешқашанда болыспайтын елдердің бірі ол Венгрия, соның басшысы Орбан. Путин мен Зеленский сол Венгрияда кездеседі деген күннің өзінде Путин Европаға ұшып келуі тиіс. Бірақ ол оны істемейді, ол оған керек емес, мұқтаж емес, өте бай, соғыс баяу болса да жүріп жатыр. Ресей әскері кейде алда, кейде артқа шегініп жатқан жайы бар. Қандай да бар келісім дәл қазір Путинге керек емес. Оны Лавров та құптап өтті. Осы жақын уақытта Лавров өзінің журналистеріне сұхбат берді. Ол бүйтіп айтты: біз Украинаның жеріне көз алартып отырған жоқпыз. Біз Украинадағы орыс тілді адамдарды жақтау үшін осындай қадамға бардық деді. Ресей беті бүлк етпей қаншама жылдан бері орыс әлемін жақтаймын деген желеумен өзінің көршісін қырып келе жатқан ел. Сондықтан ол күніне 40 өтірік айтуы мүмкін, бірақ ол ешқашанда жаңағы татулыққа, Украинаның алдында бір келісімге келуге мұқтаж емес. Оны бәрі біледі Трамптан басқа, бірақ Трамп көзсіз махаббатпен Путинге сенеді, оның айтқанына сенеді, оның бла-бласына сенеді, оның ертеңіне сенеді, ол бәріне сенеді. Бірақ жағдайды кез келген адам көріп отыр. Әсіресе Европалық жақты айтып отырмын мен, Ресейдің өзінің еліне қарасты айтып отырған жоқпын, өйткені олар өзінің пропагандалық бақ құралдарына сенеді. Пропаганда дегеніміз не? Ол үлкен машина, үлкен машинаға от беру үшін әрине өтірік жаңалықтарды бұрқыратып жазу керек. Лавров соны біледі, және сол үшін бәлкім Украинаның халқында, Украинаның соғыстан шаршаған халқына да белгілі бір үндеу жасағысы келген шығар. Біз Украинаның жеріне көз алартып отырған жоқпыз деген көпе-көрнеу өтірік. Сонымен екі елдің кездесуі мүмкін, екі елдің басшылары кездесуі мүмкін бе деген сұрақ өте үлкен сұрақ. Олар әрине Зеленскийді Мәскеуге келсін деген сияқты айтты.
Зеленский Мәскеуге бармайтыны бесенеден белгілі. Және Путин тағы бір сұхбатында Зеленский легитимный емес қой, енді заңды емес қой, заңды президент емес қой, онымен қалай кездесем деген сияқты бір жауабы бар. Өзі 30 жыл билікте отырған адам өстіп оттай береді. Зеленскийдің қалай сайланғанын, оған қанша пайыз дауыс бергенін, оның сайлау бағдарламасы қандай екенін, ол осы президенттікке қалай жеткенін мен өз көзіммен көрген журналистпін, оны кітабымда да жазамын. Зеленскийға қатысты Путиннің өйстіп мәймөңкелеп сөйлегені, әрине ол да бір өзінің саясаты. Жалпы Ресей Украинаны толық басып алғаннан кейін Украинаның мықты жауынгер әскерлерін қайта Европаға қарсы қойғысы келеді. Оның о бастағы мақсаты сондай. Сондықтан ол қандай да бір келісімге келмейді, оны бәрі түсінеді Трамптан басқа. Трамп көзсіз сенеді, қайталап айтамын. Сондықтан ол екі елдің басшыларын қалайда бір жерде кездестіріп, келісімге келуін қалайды, бірақ қай қалада екен, қай жерде екенін, қандай шарттарда екенін әрине Трамптың ол бас ауыртпайды. Бас ауыртпайтын себебі ол өзінің жері емес. Украина 4 облысын тұрмақ. Бір облысында бермейді орыстарға. Донбасс ол мықты плацдарма. Луганск ол мықты жаңағы. Луганск Донбассты, Запорожды, Херсонды басып алғаннан кейін орыстар кішкене демалады да. Мысалы, Трамптың кеткенін күтетін шығар, күтсе. Ары қарай орыс қайтадан Украинаға шабуыл жасай бастайды. Өйткені о бастағы мақсаты Украинаны толық басып алу. Донецк, Покровск бағыты бойынша мен сіздерге айтқанмын. Ол орыстар 15 шақырым алға жылжыды. Бірақ бір ғана себеп бар. Украинада адам аз, Украинада әскер аз, мықты бекініс жасаған, бірақ бекіністе тұратын адам болмағаннан кейін орыстар 15 шақырымға ары өтіп кеткен. Бірақ Украина әскері тез қимылдап, оның ішінде Азов деген батальон қайтадан жіберіп, Покровск бағыты бойынша орыстардың жолын жапты. Және Сум өңірі бойынша Волча деген өзен бар. Сол Волча өзенінен бір батальон орыстың әскері қырылды. Бір күнде 700-ге жуық адам жарақат алды, 250 адам қайтыс болды. Медик осы Ресейдің құрамасындағы жаңағы дәрігер берген мәліметтерге сәйкес, ол Z каналдарында болған, қазір ол ақпарат жоқ. Айына жарты айда орыстардың қырылып жатқан әскерлері өте үлкен. Мысалы, Волча өзенін кесіп өткен жаңағы Сум бағыты бойынша бір батальон орыс әскері қырылған. Сондай бір есептерді шығара келе, Ресей айына 25-30 мыңға жуық әскерінен айырылып жатыр деген ақпарат бар. Сондықтан бұл ақпарат ресми дәл солай, дәл мен айтқандай деп айтпаймын, бірақ шамалап осындай санды есептеп шығарған екен. Украина тарапынан да өте үлкен әскерлердің қырылып жатқанын көруге болады. Сондықтан Донбасс өңірін дәл қазір бере салатын болса, Зеленский келісім үшін әскерлердің өзі Зеленскийге шабуыл жасайды қайтадан. Өйткені қаншама жылдан бері бұл Донбасс бағыты бойынша күресіп жатыр, Луганск бағыты бойынша күресіп жатыр. Харьков дейсіз ба, қандай өңір болсын, дәл қазір Украинаның жерін ұстап тұрған ол Украина әскерлері және қару. Келісім, гарантия Украинаға өте маңызды. Қандай да бір келісімге келсе де, Украина ақш-та да, Трамптың алдында да, және былайғы күнде де Зеленский қауіпсіздік кепілі туралы көп айтады. Қауіпсіздік кепілі деген не? Ол қағаз керек емес. Будапешт қағазын көргеннен кейін Украина қазір нақты қолмен ұстап көзбен көретін материалдық жаңағы гарантияны сұрайды. Ол Европаның әскері Украинада болуы мүмкін, не болмаса ақш-тың әскері Украинада келсін деген. Ешқай ел Украинаға әскерін бергісі келмейді. Ал қару, мысалы кеше түнде Мукачев бағыты бойынша орыстар зауытқа өте үлкен шабуыл жасады. Мукачев деген үлкен қала, сол түнімен жанды. Ол жерде жаңағы электрон шығаратын Американың заводы болған.
ешқандай да гарантия жоқ. Ол тіпті америкалық зауытқа да орыстар соққы жасауы мүмкін. Трамп Путинмен қанша мәймөңкеленсе де. Сондықтан ол Украинаға гарантия, кепіл бола алмайды. Украинаға нақты кепіл Европаның не Американың әскері Украина жерінде болса және база ашса деген сияқты мәселе. Бұны әрине Путин ешқашан істемейді. Олардың айтып отырғаны жаңағы 4 облысты бізге бере сал, әскерді қоя сал, орыс тілін ресми тіл қылып жаса, сонда біздің заңымызға енді біз Украинаға тиіспейміз деген тармақ енгіземіз. Бұндай келісімге Украина ешқашан бой бермейді. Сондықтан бұл жай әңгіме. Негізі соғыс қай уақытта тоқтауы мүмкін? Иран мен Ирак, 8 жылға созылған Иран мен Ирак соғысы бір уақытта бәрібір тоқтады. Оған ара қайын болған Америка құрама штаттары. Екіншіден солтүстік және оңтүстік Корея елдерін білесіздер. Олар да сол соғысып жатқан жерінен тоқтап, әркім өз жерінде қалып, бейбіт келісімсіз, жаңағы мирный договор дегенсіз ақ соғысты тоқтатқан ел. Одан кейін сіздер Пәкістан мен Үндістан арасындағы соғыс ара-тұра бір-бірінің шекарасына өтпей, бір-біріне қару, бір-біріне зымыран, бір-біріне жаңағы ракета жіберіп отырған, бірақ ол да соғыс тоқтады. Яғни әлемде тағы бір мысал, Финляндия деген елді білесіздер бүгін. Кеңес одағы сол Финляндияға кезінде шабуыл жасаған, алып үлкен Кеңес одағы Финляндияға шабуыл жасаған. Сол кезде Финляндия өзінің жерінің, өзінің мемлекеттілігін сақтап қалу үшін жерінің бір бөлігін жаңағы Кеңеске беруге мәжбүр болады. Қазір сол Финляндияның жері іріп, шіріп, тозып, ешқандай дамымай Ресейдің құрамында қалды. Ал Финляндияның өз жерінде қалған жері әрине оны әлем біледі, дамыған, озған, білікті, мықты елдердің біріне айналды. Сондықтан да орыс қай кезде де басып алған жер, ол ешқашан басып, көктеп, дамып жатпайды. Үлкен территориялық аумағы үлкен ел, Украинадан 10 есе үлкен, Украинаның жері неге керек екені белгісіз деп айтқанмен, олардың бәрібір белгілі бір миссиясы бар. Ол жаңағы Украина әскерін кейін Европаны үркіту үшін, Европаны қорқыту үшін Украина әскерінің өзінің құрамына алып, ары қарай осы үстемдік құру негізі. Және атап өткеніміз үшін, Ресей ешқашан өзінің әскерін бірінші соғысқа салмайды. Кезінде екінші дүниежүзілік соғыс бізді ұлы отан деп әдейі оқытқан, бірақ ұлы отан емес, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де біздің ата-бабаларымыз алдыңғы шепте жүрген. Қазір де бірінші аз халықтардың өкілін қырып салады, одан кейін өзінің жаңағы түрмеде отырғандарын, одан кейін жаңағы нашақорларын деген сияқты, одан кейін барып қана өзінің әскерлерін, оның үстінде бірінші өзінің Ресейдің жеріндегі аз халықтарды қырып барып қана өзінің әскеріне баруы мүмкін. Сондықтан олар Украинаның әскерлерін ары қарай Европаны шошыту үшін қайталап айтуға әбден болады, қолданғысы келеді. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Мен үшін бәрі маңызды және қазақ тілді ақпараттың дамуына осылай үлес қосуларыңызға болады. Кітабымды Каспий дүкенінен алып оқуларыңызға болады. Ал ондай мүмкіндік болмаса, Астанада ұлттық кітапханадан ешқандай ақшасыз тек уақыттарыңызды арнап келіп, оқып, Украинадағы жағдаймен, соғыстың қалай басталғанымен, соғысқа дейінгі саяси мәселелерді осы кітаптан алып оқуға болады. Келесі шығарылымда бәлкім үзінді оқып беремін сіздерге. Бұл әрине сіздердің қызығушыларыңызды арттыруы мүмкін. Онда келесі кездескенше сау саламат болайық.